Бүгінгі сабақта желінің жеткізу қабілеті туралы үйренеміз. Жалпы компьютерлік желіде хабарламалармен алмасу және желінің ресурстарын бірлесіп пайдалану үшін байланыс арналары мен коммутация құралдары арқылы бір жүйеге қосылған компьютерлер жиынтығын атаймыз. Компьютер желісінің тиімді жұмысы төмендегі параметрлермен өлшенеді. Желінің жеткізу қабілеті. Уақыт бірлігішінде байланыс арнасы арқылы өтетін ақпараттың мөлшерімен анықталады. Өлшем бірліктері килобит секундына, мегабит секундына және гигабит секундына. Сенімділік ақпаратты айнытпай әрі жоғалтпай беру қабілеті. Құны желіге қосымша компьютерлерді жалғау мүмкіндігінің бар болуы. Желінің өткізу қабілетін өлшеу бірліктері арасында қатынас ақпарат көлемін өлшеу бірліктерімен бірдей. Мәселен, ақпарат көлемін өлшеу бірліктеріне тоқталып өтсек, 1 байт ішінде 8 бит бар. 1 килобайт ішінде 1024 байт бар. 1 мегабайт ішінде 1024 килобайт бар. Және де 1 гигабайт ішінде 1024 мегабайт бар. Дәл осылай желінің өткізу қабілетінің өлшеу бірліктері арасында қатынаста құрылады. Мәселен, 1 байт секундына дегеніміз 2-ның 3 дәрежесі, яғни 8 бит секундына. 1 килобит секундына ол 2-ның 10 дәрежесі, яғни 1024 бит секундына. 1 мегабит секундына дегеніміз 1024 килобит секундына. 1 гигабит секундына дегеніміз 1024 мегабит секундына. Желінің өткізу қабілеті оның техникалық мүмкіндігі мен қолданыстағы кабельдерге де байланысты. Мәселен, кабельдің техникалық сипаттамасына қарасақ, әрбір байланыс түрінің өткізу қабілеті, сенімділігі және кеңейтілу мүмкіндігі әртүрлі болып келеді. Жалпы тасымалданған ақпарат көлемі V әріпімен немесе Q әріпімен белгіленеді және де төмендегі формуламен анықталады. Мәселен, ақпарат көлемі ол V тең Q көбейтілген T. Мұндағы V ақпарат көлемі, Q арнаның өткізу жылдамдығының қабілеті, ал T тасымалдау уақыты. Әрине, осы формула арқылы біз тасымалдау жылдамдығын не тасымалдау уақытында таба аламыз. Ондай болса, желінің өткізу қабілетін есептеуге мысалдар қарастырайық. Бірінші есеп: 20 килобит секунд жылдамдықпен 5 секунд ішінде қандай ақпарат көлемін тасымалдауға болады? Сонда берілгені Q 20 килобит секунды жылдамдық беріліп тұр және уақыт 5 секунд. Табу керек ақпарат көлемі V. Бұндай есептерді шығара алу үшін біз желінің өлшеу бірліктерінің арасындағы операцияларды дұрыс пайдалана алуымыз керек. Сонымен есептің шешімі келесі формула арқылы табылады. V тең Q көбейтілген T. Біріншіден есептеу жүргізе алу үшін біз килобитті битке ауыстырамыз. Ол үшін үлкеннен кішіге ауыстырған кезде біз көбейту операциясын қолданамыз. Мәселен, 20 көбейтілген 1024 бит. Сонда бізде нәтиже 20480 шығады. Оны берілген уақытқа көбейтеміз, яғни 5-ке көбейтуіміз керек. Сонда бізде 102400 бит ақпарат көлемі шықты. Енді біз оны барынша үлкен форматта жазуға тырысайық. Сол үшін біз бірінші битті байтқа ауыстырамыз, яғни кішіден үлкенге ауыстырған кезде енді біз көбейту емес, бөлу операциясын пайдаланамыз. Яғни бізде 12800 байт шықты. Енді бұл ақпаратта үлкен көрінеді. Оны қысқарту үшін байтты килобайтқа ауыстырайық. Ол үшін біз берілген байт мәнін 1024-ке бөлеміз. Сонда бізде 12,5 килобайт ақпарат шықты. Сонда 20 килобит секундына жылдамдықпен 5 секунд ішінде 12,5 килобайт тасымалдауға болады екен. Келесі есеп: өлшемі 525 килобайт файлды 33600 бит секундына жылдамдықпен қанша уақыт ішінде тасымалдауға болады? Берілгені Q 33600 бит секундына және де көлемі 525 килобайт. Табу керек уақыт. Шешімі келесі формула арқылы табылады. T тең V бөлінген Q. Бұнда бірінші килобайтты байтқа ауыстырып алайық. 525 көбейтілген 1024. Яғни біз үлкеннен кішіге ауыстырған кезде көбейту операциясын орындаймыз. Сонда бізде 537600 байт шықты. Енді бұл ақпаратты битке ауыстыру үшін біз 8 санына көбейтеміз. Яғни 1 байтта 8 бит бар. Сонда бізде нәтиже 4300800 бит шықты. Енді формула бойынша берілген ақпаратты жылдамдыққа бөлетін болсақ, уақыт шыға келеді. Сонда өлшемі 525 килобайт файлды 33600 бит секундына жылдамдықпен 128 секундта тасымалдауға болады екен. Келесі есеп: өлшемі
1687,5 килобайт файл 4 минутта тасымалданды. Желінің тасымалдау жылдамдығын анықтап көрейік. Берілгені Т 4 минут, ол 240 секунд, бірден секундқа ауыстырып алайық. В ол килобайтта берілген 1687,5 килобайт ақпарат. Табу керек тасымалдау жылдамдығын. Шешім келесі формула арқылы табылады. Q тең V бөлінген Т. В мұнда 1687 килобайт болғандықтан байтқа ауыстырамыз. Үлкеннен кішіге қайтадан көбейту арқылы 1.728.000 байт шықты. Енді оны битке ауыстыру үшін 8-ге көбейтеміз. Қайтадан 1 байтта 8 бит бар. Сонда бізде 13.824.000 бит шықты. Енді формула бойынша берілген ақпаратты уақытқа бөлетін болсақ, желінің тасымалдау жылдамдығы анықталады. Яғни 57.600 бит секундына жылдамдығы шықты. Сонымен өлшемі 1687,5 килобайт файл 4 минутта тасымалдау үшін желінің тасымалдау жылдамдығы 57.600 бит секундына болу керек екен. Міне осылай біз желінің жеткізу қабілеті тақырыбын қарастырып шықтық.